6 сыныптың қазақ тілі пәнінен 7 бөлімнің 9-10 сабағы қазақстандық кәсіби велошабандоз тақырыбына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақтың міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, және менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыздың ашу мақсатында мынадай сұрақтарға алдымен жауап берейік. Спорт кумирлері деген сөзді қалай түсінесің? Балуан Қажымұқан, боксшы Серік Сәпиев, шаңғышы Владимир Смирнов, суға жүзгіш Дмитрий Баландин жанкүйерлеріне неліктен қымбат деп ойлайсың? Сенің спорттағы кумирларың бар ма? Не себепті оларды құрметтейсің? Спорт кумирлері өз саласында биік жетістіктерге жеткен, еңбекқорлығымен, шеберлігімен ерекшеленетін танымал спортшылар. Олар жас ұрпаққа үлгі болып, спортқа деген қызығушылықты арттырады. Мұндай тұлғалар өз табандылығымен, жеңіске деген ұмтылысымен халықтың сүйіспеншілігіне бөленеді. Бұл спортшылар Қазақстанның мақтаныштары. Балуан Қажымұқан қазақ халқын әлемге танытқан тұңғыш кәсіби балуан. Оның ерліктері халық жадында мәңгі сақталған. Серік Сәпиев бокстан олимпиада чемпионы, әділдігімен қарапайымдылығы үшін жанкүйерлер оны ерекше құрметтейді. Владимир Смирнов қысқы спорттың жарық жұлдызы. Оның жетістіктері Қазақстанның шаңғы спортының дамуына үлес қосты. Дмитрий Баландин суға жүзуден олимпиада чемпионы. Ол Қазақстанда бұл спорт түрінің дамуына серпін берді. Менің спорттағы кумирім Геннадий Головкин. Геннадий Головкин өзінің кәсіби бокстағы әділдігімен, еңбекқорлығымен және спортқа деген адалдығымен ерекшеленеді. Ол тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде құрметке ие. Мен бұл спортшыларды қажырлы еңбегі, тәртібі және табандылығы үшін құрметтеймін. Олар қиындықтарға қарамастан өз мақсатына жеткен нағыз чемпиондар. Олардың өмір жолы мені шабыттандырады және әрқашан алға ұмтылуға жігер береді. Екінші тапсырма. Қойылған сұрақтарға жауап беріп, жетістік түрлерін қатыстыра отырып, жұп-жұппен диалог құрыңдар. Қазақстанда қандай спорт түрлері дамыған және дамуда? Спорттың қандай түрмен айналысқыларың келеді және неліктен? Спортпен шұғылданған адамда қандай қасиеттер қалыптасады? Спорт денсаулық кепілі деген сөзді қалай түсінесіңдер? Спортшылардың жеңімпаз болуына қандай жағдайлар әсер етеді? Енді бұл тапсырмамызға оқушылар диалог түрінде жауап беретін боламыз. Тапсырмаға сәйкес берілген сұрақтарды диалогқа қатыстырып, араластырып, осы сұрақтар төңірегінде пікірлесетін боламыз. Біздер диалогқа қатысатын кейіпкерлер Айжан және Данияр. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жазып, ортақ етіс жұрнақтарын тап. Егер ортақ етіс жұрнағы жалғанбаса, сөйлемдердің мағынасы қалай өзгеретінін парталасыңа дәлелде. Ортақ етіс бізде ыс, с жұрнақтары арқылы жасалады. Бірінші сөйлемде, екінші, 3, 4, 5, 6 сөйлемде де ортақ етіс жұрнақтары кездеседі. Ортақ етіс жұрнақтары қандай сөздердің арасында кездесіп тұр, соның барлығын сіздерге қызылмен белгілеп көрсеттім. Төртінші тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып, сұрақтарға жауап бер және велошабандоз сөзінің жасалу жолын жұбымен талда. Велошабандоз сөзі екі түбірден құралған біріккен сөз. Бірінші сұрақ. Александр Винокуровтың танымал велошабандоз болуына не әсер етті деп ойлайсыңдар? Бала кезінде велоспортқа ерекше ықыласты болған Александр 10 жасында осы ұмтылысы өмір бойы таңдауға екенін анық түсінді. Яғни велоспортқа деген қатты қызығушылығы оны жеңіске, танымал болуына жетеледі. Яғни қандай істі сүйіп жасасаң,
сол іс сен үшін өмір бойғы азық болатынына сендірді. Екінші сұрақ, спортшы туралы тағы не білесің? Александр Винокуров 2000 жылғы Сидней олимпиадасында күміс, ал 2012 жылғы Лондон олимпиадасында алтын медальға ие болып, Қазақстанның даңқын шығарды. Бесінші тапсырма, сұрақтарға жауап беріп пікір алмасыңдар. Күнделікті өмірде сендер велосипедті қолданасыңдар ма? Велосипедті жүргізудің адам денсаулығына қандай пайдасы бар деп ойлайсыңдар? Алматы қаласында велосипедке арналған жолдар бар екенін білесіңдер ме? Велосипедтің өркендеп дамуы үшін не қажет деп ойлайсыңдар? Бұл тапсырмамызда оқушылар диалог түрінде орындалатын болады, себебі сұраққа жауап беріп, пікір алмасыңдар дейді. Пікір алмасу үшін бізге екі кейіпкер керек болады, немесе осы диалогты екі оқушы кезек-кезек оқыса да болады. Біздің жағдайымызда диалогке қатысатын кейіпкерлер Айжан және Данияр. Алтыншы тапсырма, оқылым мәтініндегі мәліметтерді және қосымша дереккөздерді пайдалана отырып хронологиялық тәртіпте басты кейіпкердің өмірбаянын жаз. Өмірбаянда төмендегі ақпараттарды көрсет. Аты жөні, туған жылы, туған күні, айы және туған жері, ұлты, отбасы жағдайы туралы мәлімет, білімі, бітірген оқу орындары, қызметі мен жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтер. Енді мен сіздерге оқылым мәтінде, яғни біздің кітабымызда берілген мәтін бойынша мынадай хронологиялық кестені құрдым. Өздеріңізге тарих сабағынан белгілі хронологиялық кесте дегеніміз ең алдымен жыл жазылады, сол жылда не болғаны, қандай жағдай орын алғаны жазылады. Мысалы, 1973 жыл 16 қыркүйек Александр Николаевич Винокуров солтүстік Қазақстан облысының Бескөл кеңшарында дүниеге келген. 2000 жыл Сидней олимпиадасының күміс медаль иегері. 2012 жыл Лондон олимпиадасының алтын иегері. 2012 жылдан бері Астана велокомандасын басқарады деп жалғастырсақ болады. Енді бізге қосымша дерек көздерді пайдаланыңдар дейді. Бұл дегеніміз әлеуметтік желілер, яғни интернеттен де Винокуровтың өмірбаяны жайлы ақпараттарды алып жазсақ болады. Негізі жалпы оқылым мәтініндегі ақпараттар бойынша 6-шы тапсырма дәл осындай үлгіде орындалады. 7-ші тапсырма, нақыл сөздерді оқып, мағынасын түсіндіріңдер. Бірінші, денсаулық зор байлық. Адам үшін ең үлкен байлық денсаулық. Егер денсаулығың мықты болса, өмірдің барлық қуаныштарын сезіне аласың. Байлық пен табыс та денсаулықсыз құнсыз болады. Спорт сенің серігің. Спорт салауатты өмір салтын қалыптастыруға көмектесетін сенімді серік. Спортпен айналысу адамның денесін шынықтырып, көңіл күйін көтереді, денсаулығын жақсартады. Дені саудың жаны сау. Дені сау адамның ойы таза, көңіл күйі көтеріңкі болады. Денсаулық пен жан саулығы бір-бірімен тығыз байланысты. Шынықсаң шымыр боласың. Денені шынықтыру арқылы адам мықты, төзімді және сергек болады. Үнемі спортпен шұғылдану денсаулықты нығайтып, адамның күшін арттырады.
Сегізінші тапсырма спорт түрлерін дамыту үшін не қажет тақырыбында пікір алмастыңдар. Төмендегі сөйлемдерді пайдаланыңдар. Спорт секцияларын ұйымдастыру, қазақтың ұлттық ойындарын ұйымдастыру, спорт мектептерін салу. Әртүрлі спорт секцияларын көбейту керек. Әсіресе балалар мен жасөспірімдер үшін қолжетімді секциялар ашылса, олар спортпен тұрақты айналыса алады. Қазақтың көне ойындарын жандандыру маңызды. Көкпар, тоғызқұмалақ, асық ату сияқты ұлттық спорт түрлерін насихаттау арқылы салт-дәстүрді сақтап, жастарды спортқа баулимыз. Әр өңірде спорт мектептерін көбейту қажет. Бұл дарынды спортшыларды дайындауға және олардың кәсіби деңгейін көтеруге көмектеседі. 9-шы тапсырма етістерді түрлеріне қарай топтастырып, шолумен бірге кестені толтыр. Бірінші өздік етіске сөйленді, тарамды, сүртін, ілінді деген етістіктер жатса, өзгелік етіске жинатқыз, әкелдіргіз, суар, алдыртты, айналдырды сөздер ұйымдастырылды, жазғызды деген сөздер жатады. Ырықсыз етіске шешілді, ашылды, ұйымдастырылды жатса, ортақ етіске көмектес, аударыс, тасыз, тазаласты жатады. 10-шы тапсырма мәтінде кездесетін етіс жұрнақтарын тауып дәптеріңе жаз. Байқалып тұратын ырықсыз етіс, орындала бастайды ырықсыз етіс, бөлісті ортақ етіс, түсінді өздік етіс, атамды өздік етіс, жеткізді өзгелік етіс. Бұл бізде Александр Винокуров туралы берілген мәтіннің ішінде кездескен етіс жұрнақтары. Қандай етіс жұрнақтары кездесті, оның барлығын сіздерге қызылды белгілеп қойып көрсеттім. Міне сіздермен бірге 7-ші бөлімнің 9-шы 10-шы сабағын дәл осындай үлгіде орындадық. Тапсырмаларды сіздерге ұнап деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып қолдай отырыңыздар. Осымен біздің 7-ші бөлімімізде өз мәресіне жетті.